Баршаңызға сәлем, менің атым Алмас Алтай. Жаңарқада болған жағдай деген бір әдемі оқиға айтып берейін. Ақтаудан әлде Алматыдан, Керекуден, не Семейден, қайдан екенін анық білмеймін, әйтеуір бір қазақ Жаңарқаға келіпті. Келіпті де күре жолдың бойында тұрған бір көрнекті қымызханаға кіріпті. Кіретте жиналған жұрттың бәрін өзіне қаратып, көтеріңкі дауыспен былай дейді: құрметті жаңарқалықтар, қымыздарың бүкіл Қазақстанға әйгілі. Тәтті дейді, бал дейді, басқа дейді, әйтеуір аңыз көп. Атақты қымыз ішкіштері де осында дейді. Мен қазір сол қымыз бен қымыз ішкішті сынау үшін Жаңарқаға арнайы келіп тұрмын елдеріңізге. Бәстігем, жаңарқалық екендерің, қымызбен ауызданған қазақ екендерің рас болса, 5 зерең, яғни 2 литр қымызды кім демалмастан ішетін болса, мен соған 200 мың теңгені дәл қазір санап берем. Қарындасым, қане құй, нән 5 зерең қымызды деп даяшыға бұрылады. Дуылдасып отырған қымызхана дыбыссыз қалады. Тыныштықты тек сапырылған қымыздың сарылы ғана бұзып. Кенет бәкене бойлы бір жігіт орнынан тұрады да сыртқа шығып кетеді. Тағы да тыныштық. Қымызхананың ортасында тұрған қазақ: ей бәсе, жалған болды ғой. Жаңарқаның қымызы дегенге келіп жүрсем, шырағым, маған бір зерең қымыз бере салшы деп төрге таман бос тұрған үстелдердің біріне беттейді. Арада 10 минуттай уақыт өткенде манағы сыртқа шығып кеткен бәкене бойлы жігіт қымызханаға қайта кірді дейді. Жан жаққа қарап, әлгі бәс ұсынған жігітті тауып алып қасына келіп: ағатай, әлгі айтқан әңгімеңіз күшінде ме? Иә бауырым, әлбетте, 2 литр қымыз 200 мың теңге. Онда мен тәуекел етіп көрейін. Пәр, мынау тамаша болды ғой жарқыным. Бұл баста. Бірінші зерең кетеді. Іле-шала екіншісі ішіледі. Үшінші зереңде босайды. Басыңда ұртып не керек, бәкене жігіт қиналмастан 5 зерең қымызды тастап жүреді. Қызыққа жиналған көпшілік дуылдасып, гуілдесіп кетті дейді. Ер екенсің бауырым дейді. Манағы бәстіккен мәрт қазақ саңқылдап: сөзім сөз, міне саған 200 мың теңге. Жаңарқаның азаматтары жасай берсін. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Інім, тек бір сұрағым бар еді. Жаңа біраз уақытқа сыртқа шығып кеттің, және қайтып келген бойда бәске түсетініңді айттың. Сол шығыста бір сыр болды ма? Неге үйттің? Яғы, 2 литр қымызды бірден ішу оңай емес. Мына көрші тұрған қымызханаға барып, сол 2 литрді бірден ішіп көрдім, өзімді сынап, күшіме көз жеткіздім де сізбен бәстесуге келдім.